Ұлықбек Есдәулет Әбілхаят естеліктер жинағының бірінші кітабынан үзінді. 1988 жылы жазушылар одағында хатшылықта жүргенімде басшымыз Олжас Сүлейменовтің кабинетінде жабық есік жағдайында чекистермен кездесу болды. Оған одақ хатшылары мен басқарма мүшелерінің бір тобы ғана қатыстырылды. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары генерал Сапар Абдрахманов бірнеше басқарма басшысымен келіп, біздің алдын ала жазбаша дайындап берген бірқатар сауалдарымызға жауап берді. Кездесу тақырыбы репрессия құрбандары мен тарихи ақтаңдақтарды жою болатын. Біздің сұрақтарымыздың ішінде арыстарды ақтау мәселесі де бар еді. Әңгіме осыған тірелген кезде Мағжандарды ақтауға КГБ неге қарсы болып отыр? Олар кезінде жазықсыз жазасын өтеген жоқ па деген сұрақ қойдық. Генерал Әбдірахманов, сіздер бұл мәселеде қауіпсіздік комитетін босқа кінәлайсыздар деді. Олардың ақталуына қарсы болып отырған біз емес, өздеріңіз, өз жазушыларыңыз. Мұнау Мағжан Жұмабаев шығармаларын ақтау жөнінде 1961 жылы құрылып жұмыс істеген мемлекеттік комиссияның қорытынды қағазы. Біз осыған сүйенеміз. Мұнда кеңес үкіметі сау тұрған кезде Мағжан Жұмабаев шығармаларын ақтауға болмайды деп жазылған. Соңында комиссияның төрағасы ақын Әбділда Тәжібаевтың қолы тұр. Мінекей, сенбесеңіздер көріңіздер деп құжатты алдымызға тастады. Қағазды қолдан қолға өткізіп ары-бері айналдырып қарап, Әбекеңнің аты жөнімен өзі қойған таныс қолын көріп қайтарып бердік. Бұл біз күтпеген жауап еді. Ештеңе айта алмай үніміз өшіп қалды. Шынын айтқанда жерге кірерде ұялып кеттік. Мағжан танушы Бақыт-Камал Қанарбаевтың сұхбатынан үзінді. Мағжан 1960 жылы ақталу керек болған. Кім кедергі болғанын біліп отырсыз. Білмейді екенбіз. Қалай білмейсіз? Әбділда Тәжібаев қой. Сол бас болып 8 адам қол қойып Мағжанды КГБ-ге берген ғой. КГБ-ның ақтауға болама деген сауалына жоқ, ақтауға болмайды. Мұның өлеңдері тұнып тұрған бәле саясат. Өзі эротиканы күшті жазады. Оның үстіне әлдиле өлім, әлдиле деп өлімді насихаттайды деген желеулермен қайта жаптырып тастаған екен. Осы кезде Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов бастаған Мәскеудегі жас тұлпар ұйымының мүшелері Алматыға келіп, Мағжанның әйелі Зылихадан ақын шығармаларын алады. Машинкамен 20 экземплярын басып, жасырын таратады. Мұқағали сонда барып Мағжанмен танысады. Соның әсерінен Мұқаң «Оятайық ақынды» деген өлеңін жазып шығарады. Ағалар, Мағжанды ақтауға көмектесіңдер деген сөзі ғой. Ағалар қайдан тыңдасын? Егер Мағжанды оятса, портреттердің орны ауысады ғой. Өздерінің орнына Мағжандар келеді. Әбділда Тәжібаевтың портреттер деген шығармасы бар. Ол портреттер келгенде біз ығысамыз деген ой бар әлгі шығармасында. Арасында солай болды. Әлімғазы Дәулетханның мақаласынан үзінді. 1981 жылыда қаралаған 72 жасар ғылым докторы Әбділда Тәжібаевтың 1981 жылғы жазған 758 беттік монографиясының 64-74 бетінде буржуазияшыл ұлтшыл жазушылардың ішінде ерекше көзге көрінген ақындық таланты мен өнерін түгел байшылдыққа жұмсаған Мағжан Жұмабаев деп жазады. Ары қарай ол Мағжан деген тамаша лирик бопты ғой, махаббатты, табиғатты, ұшқыр жырлапты ғой деп жаңа жаза бастаған жас ақындардың өзімізден талай сұрағанын білеміз. Демек, әлде қашан күл-талқан болған буржуазия тобының шаңы аспанға ұшса да, оның жыршыларының көмекейіне құм құйылса да, Мағжан әлі күнге дейін әр тұста бой көрсетіп, қалып піспеген бас, орнықпаған жүректерге зиян тигізіп жүргені сезіледі. Сондықтан ұлтшылдық пен буржуазияшылдық идеологияның түп тамырын шауып көрсету оп-оңай.
Біздіңше Мағжан лирикасының барлық мерезін пышақтап отырып көрсету керек те, оның жұқпалы зиянды күштерін әшкерелеу керек. Бұл әдебиетіміздің тарихы үшін де, болашағы үшін де қажет. 1960 жылы ақталу керек болған Мағжан 1988 жылы ақталды. Кейін Мағжан ақталғанда Әбділда Тәжібаев Мағжанның әруағы кешір мені деп мақала жазды. Сол мақаласында ол мені айдап салған Ғаббас Тоғжанов еді. Мен ол кезде 18 жастағы журналистпін. Ол редактор. Мен айтқанын орындадым дейді. Бауыржан Момышұлының айтылмаған ақиқат кітабынан алынған үзінді. Әбділда Тәжібаев қазақтың дарынды ақынның біреуі. Әрине, ол кісінің кемшіліктері де аз емес. Оны мен түсінем. Екеуміз бір ұядан ұшқанбыз. Мен дулатпын. Ол қызылордалық Қара Қыпшақ, Қобыландының тұқымы.